соншалықты адамдарға ренжитін, өмірден баз кешетін сәттер болады. Бірақ алайда сіздің өміріңіздің бүгін соңғы күні десе не істер едіңіз? Ендеше бұл видеоны міндетті түрде соңына дейін көріңіз. Өйткені өмірді түбегейлі өзгертетін нақты 5 ақиқатты айтамын. Және бұл ақиқатты біліп алсаңыз, сіз өзіңіздің өміріңізге разы болар едіңіз. Бірінші, бұл өмірде бәрі өтпелі. Бәрі. Өмірде бұл неге маңызды? Екі себебі бар. Біріншіден, не нәрсені де тіпті өзіңізді де жүрекке жақын қабылдамаңыз. Ертең оның бәрі маңызды болмай қалуы ықтимал. Екінші, әртүрлі ұсақ түйекке бас қатырмай өмір сүруді бастаңыз. Себебі сіздің ажалыңыз қашан келерін білмейтіндіктен ажалдан соң не күтерін білмейсіз. Сондықтан ертерек өмір сүру керек. Екінші, мейірім сыйла. Жоқ, мүлде қалжыңдап отырғаным жоқ. Біз мейірімді болуға тиісті деңгейде мейірімді бола алмай жүрміз. Сондықтан жиірек мейірімді болу керек. Үшінші, бір орында тұрып қалмадыңыз. Тоқтап тұрған жоқсыз. Ешқашан олай болуы мүмкін емес. Сіз ағаш емессіз ғой, өмір бақи бір орында тұрып, өзіңізді жақсы сезіне алмайсыз. Егер жаныңызды жай таптырмайтын қарым-қатынас бастасаңыз, жаныңыз қаламайтын жұмыс істесеңіз, ол жұмыстың сіздің арманыңызға қатысы болмаса, артық жүктің бәрінен тезірек құтылыңыз. Кез келген тәсілмен, тіпті тастап кетіңіз. Ол адаммен айырылысуды ойлаңыз. Басқа жерге көшуді ойлаңыз. Мамандықты ауыстыруға ықпал ететін дағдыларды қалыптастырыңыз. Өйткені ол бәрібір сізге жақсылық әкелмейді. Адамдармен күресуді доғарыңыз. Сіздің де қолыңыздан келетін істер бар. Сол жерде тұрып бастап көріңіз. Ұнай ма, ұнамай ма? Болмаса бәрін тастап, проблемадан мүмкіндік тудырыңыз. Төртінші, бәрі бірнеше секундта өзгеріп кетуі мүмкін. Өте жылдам. Ертең жұмысқа келгенде бастығыңнан фирма банкрот болды. Сіз жұмыстан шықтыңыз дегенде естуіңіз мүмкін. Мектептен хабарласып, балаларыңыздың күтпеген жағдайға тап болды деуі мүмкін. Бананның қабығына тайып жығылып, аяғыңыз сындырып алуыңыз мүмкін. Менің не айтпағым түсінген шығарсыздар. Сіздердің өмірлеріңіз бір сәтте бастан аяқ өзгеріп кетуі мүмкін. Сіз өзгерісті бола бастағанда бірақ байқайсыз. Сондықтан өміріңіздің әр секундын, әр минутына разы болыңыз. Болуға тиісті дүние деп бағаламаңыз. Разы болған сайын сіздің жолыңыз ашыла бермек. Бесінші, бәріміз адамбыз, бәріміз осы жерде мекен етеміз. Айналаңыздағы адамдарға мейірімді болыңыз. Әр адамның өмірлік хикаясы басқаша. Біреудікі жақсы, біреудікі нашарлау, біреудікі тіпті қорқынышты. Енді қатты сынамаңыз. Бәрімізді де бір ауамен тыныстап, сол ай мен сол жұлдызға қарап жүрген пендеміз. Біздің жолымыз қашан, қалай тоғысып қаларын білмейміз. Бүгін көшеде бақырып берген адам ертең тесіліп қалған дөңгелегіңізді ауыстыруға көмектесетін адам болып шығуы мүмкін. Егер әлі ашулы болса, көмектеспей қояр. Әрбіріміздің өз қиындығымыз, қайғымыз, кішігірім, бәлкім соншалықты кішігірім де емес, кемшіліктеріміз бар. Бәріміздің жақсы қасиетіміз де баршылық. Әдетте жақсылық адам бойында көптеу. Сондықтан басқа адамның бойынан тек жақсылықты іздей біліңіз. Сондықтан сабыр сақтайық. Ара-тұра өмірге тым қатал көзқарас білдіргеніміз жөн. Алайда жер бетіне өмір сүру үшін келгенімізді ұмытпайық. Тек күйбең тірлікпен күн өткізу үшін емес. Өмірдің мәніне де толыққанды өмір сүруде. Бейбітшілік болсын, сүйіспеншілік тіледім.